Қайырлы күн балалар. Сендер бүгін тиімді есептеу тәсілдері деген тақырыпты өтесіңдер. Осы сабақта өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табуды жалғастырасыңдар. Алдымен бірінші өрнекке назар салайық. Бұл өрнекті 56 қосу 28 қосу 14 деген өрнекті екі тәсілмен тапқан. Бірінші тәсілде 56 мен 28 қосып 14-ті қосқанда 98 шыққан. Ал екінші тәсілде 56-ға 14-ті қосып, сосын 28-ді жақшаның сыртына шығарып қосқан. Неге? Өйткені 56-ға 14-ті қосқанда 70, 70-ге 28-ді қосу тиімді болады. Демек, екінші тәсіл тиімді. Келесі өрнек 7 қосу 7 қосу 7 азайту 8. Бұл жерде 7-ні 3 рет қосып алып, сосын 8-ді азайтып отыр. Сендер 7-ні 3-ке көбейтіп, одан 8-ді азайтсаңдар, бұл тиімді болады. Біз қосылғыштары бірдей қосындыны көбейтіндімен ауыстыруды осы уақытқа дейін үйренгенбіз. Демек, бұл өрнекте де екінші тәсілді қолдану тиімді болады. Келесі өрнек қосудың ауыстырымдылық қасиетін. Демек, біз қосылғыштардың орнын ауыстырып, өзімізге тиімді тәсілге келтіреміз. 32-ге 18-ді, 19-ға 11-ді қосқан тиімді болады. Неге? Өйткені 32-ге 18-ді қоссаң толық ондық шығады, 19-ға 11-ді қоссаң толық ондық шығады. Толық ондыққа толық ондықты қосу бізге тиімді болады. Мына өрнекте де солай. 15-ге 25-ді, 27-ге 33-ті қосқан тиімді болады. Өйткені толық ондықтарды қосу бізге тиімді. Келесі өрнекте қосудың терімділік қасиеті. Біз қазір 58-ге 27-ні қосқаннан гөрі 27-ге 13-ті қоссақ толық ондық шығады. Мына өрнекте де 36-ға 14-ті қосып, сосын 48-ді қоссақ бізге тиімді болады. Біз қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиетін қолданып, өзімізге тиімді тәсілге келтіреміз. Толық ондықтарға келтіріп, қосып азайту тиімді болады. Келесі өрнекте 21 бөлу 11 азайту 8 көбейту 4. Бұл кезде біз жақшаның ішіне өрнектің мәнін тауып, 21-ге бөліп, сосын 4-ге көбейтеміз. Бұл жерде амалдардың орындалу ретін дұрыс қолдансақ, өрнектің мәнін табу оңай болады. Ал келесі өрнекте қосылғыштары бірдей, демек оны көбейтіндімен ауыстырып, ықшамдаймыз. Келесі өрнекте де сол бірдей қосылғыштар 3 рет қосылып тұрма, демек 3-ке көбейтеміз. Б 3 рет қосылып тұрма, демек Б-ны 3-ке көбейте саламыз. Бұл өрнекті ықшамдау деп аталады. Балалар, серіктеу сәтін жасап алыңдар. Сосын есептемей салыстырамыз. 26 көбейту 4, 4 көбейту 26. Көбейткіштердің орнына ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді, демек тең. 36-ға 5-ті қосу, 36-ға 5-ті көбейту. Көбейту деп өзі айтып тұрса, демек көбейту амалы артық болады. Мына жерде де 7 көбейту 4, 7 көбейту 6. Әрине 6-ны көбейтсек көп сан шығады. 25-ке 25-ті қосу керек, 25-ті 2-ке көбейту керек. Біз қосылғыштары бірдей қосындыны көбейтіндімен ауыстырсақ, 25 көбейту 2 деп жазатын едік. Демек, екі өрнек тең болып тұр. Ал мына кестені пайдаланып теңдеу құрамыз. Азайғышымыз 800 азайту 300, демек ол 500. Азайтқышымыз x, сонда 500-ден x-ті азайтса 200 шығады екен. Бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Бірінші күрделі теңдеу, екінші жай теңдеу. Теңдеудің шығарылу алгоритмін сен жақсы білесің. Енді ойланатын тапсырма. Сандарды қосу нәтижесінде 25 ұпай жинайтындай етіп, тор көздермен жүріп өт. Есептеуді нөлден бастап жүріп өтемізде бәрі қосамыз. Бізге 25 шығу керек. Бір сан артық, берілген сандардың біреуі артық. Осы жерде назар салсаңдар, мына сандардың барлығы тақ сандар, тек 0 ғана, ал 4 саны жұп. Біз 4 санын артық деп алып, қосып көрейік. Мына қалған тақ сандарды 0-ден бастап қосып көрейік. 25 шықты ғой. Демек, енді жүріп өтеміз. 0-ден 5-ке, 5-тен 3-ке қосып жүріп өткен кезде 7 қалып кетті. 7-ге сосын 1-ге
7-ден 7-ге, 7-ден 1-ге, 1-ден 0-ге келеміз. Барлығын қосқанда 25. Тағы да тиімді тәсілмен есептеу. Балалар 17-ге 23-ті бірінші қосса, толық ондық шығатынын сен жақсы білесің. 56-ға 14-ті қосса, толық ондық шығады. Есептеп көр. Бұл тиімді болады. Мына жерде қосылғыштары бірдей қосындыларды көбейтіндімен ауыстырып, әрі қарай өрнектің мәнін табу тиімді болады. Осы берілген өрнектердің тиімді тәсілге келтіріп қойдым, мәнін тауып жазып көр. Енді ойланатын тапсырма тағы да. Медет қанатқа егер менде қазіргі бар алмаға қарағанда 2 алма артық болса, қазіргі бар алмаға қарағанда 2 артық болса деп тұр. Қараңдар, медеттің қолында 4 бар. Демек 2 артық болса деп тұр. Демек қанша сан? Онда менің алмам сендегіден 2 есе артық болар еді дейді. Демек мынадан қазіргі алмасынан 2 артық болса, онда 6 ғой. 6-ны 2-ге бөлсе 3. Сонда егер балалардың екеуінде барлығы 10 алма болса, олардың әрқайсысында неше алмадан болған? Демек 6-ны 2-ге бөлгенде 3 болып тұр ма? Демек мына қанаттың қолында 4 болған, е? Ал медеттің қолында 6 болған. Қалай шықты қараймыз алгоритмге, сынап көрейік. Егер 2 болса, онда 2-ге 2-ні қосса 4 болады, 4-ті 2-ге бөлсе 2 болады. Сол 2-ге 2-ні 4, 4 10, 4 тең 10 емес. Демек, мына вариант дұрыс емес. Енді екінші вариантты қарайық. 4 болса, онда 2 қоссақ 6, 6-ны 2-ге бөлсе 3, 4-ге 3-ті қосқанда 7. Әлі 10-ға жеткен жоқ. Енді тағы да тексеріп көрейік. 6 болса ше, басында мына қолында 6 болса, онда 2 алма артық деді ғой, қостық 8, 8 2-ге бөлгенде 4. Ал 6-ға 4-ті қосса 10. Демек, медетте 6 алма болған, қанатта 4 алма болған. Біз бағана басында айттық, оны енді осы тәсілмен тексеріп көрдік. Демек, медетте 6 болған, ал қанатта 4 алма болған деген тұжырым жасаймыз. Балалар, сендер осы сабақта өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табуды жалғастырдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.